Урок номер 9. Мой дом родной. Менің туған үйім. Ты узнаешь, что такое тема текста. Научишься слушать текст, определять его тему, читать по ролям, формулировать вопросы и отвечать на них, использовать в речи слова, действия. Бүгін біз мәтінмен жұмыс істейміз. Мәтінді тыңдап үйренеміз, тақырыбын анықтаймыз, сұрақтар қоюға үйренеміз және слова действия, іс-қимылды білдіретін сөздерді пайдаланамыз. Упражнение 1. Рассмотрите картинку. Что на ней изображено? Суретке мұқият қараймыз. Суретте не салынған? Если внимательно посмотреть, то мы видим, что справа нарисован город Астана, а слева это Алматы. На картинке изображены города Казахстана, Алматы и Астана. Суретте Қазақстанның қалалары бейнеленген, Алматы және Астана. Упражнение 2. Посмотри видео. Выбери заголовок, который раскрывает тему картинки и видео. Объясни свой выбор. QR-кодқа телефонды жақындатып, видеоны көреміз. Мен қазір сендерге қосып беремін. Негізі видеоны өздерің QR-код арқылы көрсеңдер, әдемі күй естіледі. Мен YouTubeқа солай күймен бірге салып едім. Нарушение авторского права деді. Сондықтан қосып берем деп уәде бергесін қосып отырмын, бірақ музыкасын сөндіріп тастадым. Жай басқа музыка қосып қоям. Видеоны көріп, суретті қарап, екеуін салыстырып, қандай тақырып мәтінге сәйкес екенін анықта дейді. Неге екенін түсіндір дейді. Какой заголовок раскрывает тему? А тема это то, о ком или о чем говорится в тексте. Мәтінде кім туралы или және не туралы айтылғанын анықтайтынды тема дейміз. Үш тақырып берілген: о Казахстане, о природе, о реках. Қайсысы осы видеоға және жаңағы үстіндегі мәтінге сәйкес дейді. Заголовок, который раскрывает тему картинки, о Казахстане. О Казахстане деген тақырыпты таңдаймыз, я? Потому что на видео и на картинке изображены города Казахстана. Өйткені суретте де жаңағы көрген видеода тоже Қазақстанның қалалары көрсетілген. Упражнение 3. Послушай рассказ. Назови его тему. Придумай заголовок. Бабушка подарила верблюжонку необычный подарок – картину, которую вышила на шелке. На картине были изображены степи, горы, реки, дороги и города. Это же карта. Так выглядит земля с высоты птичьего полета, обрадовался беркутенок. А какой страны эта карта? Спросил верблюжонок. На карте наша гора и юрта твоей бабушки. Значит, это Казахстан, заметил барсенок. Это карта моего дедушки, знаменитого путешественника Акбура, радостно сказал верблюжонок. Дедушка учил любить и беречь нашу родину. Бабушка подарила верблюжонку необычный подарок – картину, которую вышила на шелке. На картине были изображены степи, горы, реки, дороги и города.
Это же карта. Так выглядит земля с высоты птичьего полета, обрадовался Беркутенок. А какой страны эта карта? Спросил Верблюжонок. На карте наша гора и юрта твоей бабушки. Значит, это Казахстан, заметил Барсенок. Это карта моего дедушки, знаменитого путешественника Акбура, радостно сказал Верблюжонок. Дедушка учил любить и беречь нашу родину. Енді қазақшаға аударып көрейік. Әжесі кішкентай түйеге ерекше сыйлық жасады. Жібекке кестеленген сурет сыйлады. Суретте дала, тау, өзен, жол, қалалар бейнеленген. Бұл карта құс ұшатын биіктен қарағанда жер осылай көрінеді деп кішкентай бүркіт қуанып қалды. Бұл қай елдің картасы деп сұрады түйенің ботасы. Картада біздің тау мен әженің киіз үйі бар. Демек бұл Қазақстан, деді барстың баласы. Бұл атақты саяхатшы Ақбура деген атамның картасы, деді түйе қуанып. Атам маған отанды сүюге және қамқор болуға үйретті. Посмотрим на словарь. Вышила, кестеледі, шелк, жібек. Произноси правильно. Айтылғанда шелк деп айтылады, жазғанда ё жазылады. И тема. Назовите тему рассказа, да? Придумайте заголовок. Тема будет «Любовь к родине». Заголовок «Карта Казахстана». Упражнение 4. Прочитай текст задание 3. Жаңағы 3-ші жаттығудағы мәтінді оқы дейді. Назови героев, кейіпкерлерін ата дейді. Рассмотри картинки. Какой герой лишний? На картинке изображены жеребенок, барсенок, беркутенок, верблюжонок. Жаңағы әңгіменің кейіпкерлері бар, бұның ішінде. Бірақ біреуі артық дейді. Қайсы артық болады? Лишний на картинке жеребенок, потому что в тексте его нет. Жаңағы мәтінде жылқының баласы құлын туралы айтылмаған. Сондықтан мына құлынның суреті артық болады. Упражнение 5. Подумай и сформулируй вопросы по тексту рассказа. Задание 3. Жаңағы 3-ші жаттығудағы мәтінге сұрақтар құрастырамыз және бұған жауап береміз. Что вышила бабушка? Бабушка нені кестеледі? Что было на картине? Суретте не салынды, не бейнеленді? Что увидели верблюжонок, беркутенок и барсенок? Как зовут дедушку? Чему учил дедушка? На чем вышила бабушка картину? Түйенің баласы бота, бүркіттің баласы және барстың баласы нені көрді? Атасының аты кім? Атасы баласын неге үйретті? Әжесі суретті неменеге кестеледі? Тут еще написано, чтобы мы ответили на вопросы, да? Что вышила бабушка? Бабушка вышила картину. Что было на картине? На картине были степи, горы, реки, дороги и города. Что увидели верблюжонок, беркутенок и барсенок? Они увидели карту Казахстана. Как зовут дедушку? Дедушку зовут Акбура. Чему учил дедушка? Дедушка учил любить и беречь нашу родину. На чем вышила бабушка картину? Бабушка картину вышила на шелке. Упражнение 6. Распределите роли между одноклассниками. Прочитайте текст по ролям. Мына 3-ші жаттығудағы мәтінді рөлге бөлініп оқимыз. Түйенің сөздерін біреу оқиды, бүркіттің сөздерін басқа бала оқиды, ботаның сөздерін басқа бала оқиды, автордың сөздерін басқа оқушы оқиды. Осылай
рөлге бөлініп оқып шығамыз. Прочитайте текст по ролям деген сол. Упражнение 7. Продолжите предложение. Напишите в тетради. Сөйлемдерді жалғастырамыз. Нүктенің орнына сөздер қоямыз. Сөздерді слова подсказки деген жерден аламыз. Бабушка что сделала? Вышила. Беркутенок что сделал? Обрадовался. Борсенок что сделал? Заметил. Верблюжонок что сделал? Спросил и сказал. Упражнение 8. Прочитайте пословицы. О чем они? Поделитесь мнением с одноклассниками. Напишите пословицы в тетради. Мына мақал мәтелдерді оқимыз. Не туралы айтылған. Дәптерге көшіріп жазамыз. Лучше родины нет земли. Отаннан артық жер жоқ. На родине дни и ночи прекрасны. Отаныңда түнде күнде керемет. И подведем итоги урока. Я узнал, что такое текст. Я научился составлять вопросы и отвечать на них. На этом урок окончен. До свидания.